Сәлеметсіздер ме студенттер? Мен есімім Бакиров Мұрат Сансызбайұлы болады. Мен авиационный колледж мұғалімі, Кеңес Шұлтыр мұғалімі боламын. Бүгін бізде сағабақ тақырыбы саптық жаттығу болады. Саптық жаттығуда қалай тұру, қалай бұрылу, бірінші қатардан екінші қатарға өту, үшінші және де үшінші қатарға өту, оңға солға бұрылу, алдыға бір қадам басу, артқа бір қадам басу жаттығуларын орындайтын боламыз. Ол үшін біздер мына түзіліп жатқан линияға аяқтарымызды түзілеп қойып аламыз. Ол үшін мына табанның артын біріктіріп, алдымыздың аяғымыздан кішкене ашық қалдырамыз. Мына қолдарымызды жаңағы қойып түзіп тұратын боламыз. Иегімізді тік көтеріп, мына желкелерімізді көтеріп, денемізді тік ұстайтын боламыз. Сосын тұрған кезде бірінші, екінші қатар саптап тұрған кезде біздің мына қолымыздың аралық сиятын етеді. Бұйрықтарды орындаған кезде бір-бірімізге кедергі жасамайтындай істеуіміз керек болады. Мына түзу линияға тұрған кезде бізге егерде бұйрық келген жағдайда оңға бұрыл дейтін болса, біз мұны оң аяғымыз табан ұшына, сол аяғымыз аяқтың ұшына орындайтын боламыз. Оңға бұрылған кезде мына сол аяғымызды оң аяғымыз қасына алып қоятын боламыз. Егерде бізге бұйрық тағы да келетін болса, мына солға бұрыл дейтін болса, біз онда сол аяғымыз табан ұшында, оң аяғымызды аяқтың ұшына орындайтын боламыз. Сосын оң аяғымыз сол аяғымыз алдына келіп қоятын боламыз. Түзел, тіктір. Оңға бұрыл, солға бұрыл, осылай орындайтын боламыз. Кейінгі келесі жаттығуымыз, келесі орын алатын неміз, онда бізде бір қадым алдыға бас, бір қадым артқа бас дейтін нелер болады. Ол үшін бұйрық берілген кезде бір адым бас деген кезде оң аяқты алдыға көтеріп, аяқты түзу ұстап, аяқтың ұшымен табан ұшындерін түзу ұстап, алдыға басамыз. Сосын сол аяғымызды әкеп жанына қоятын боламыз. Егерде бұйрық артқа бір қадым бас дейтін болса, онда сол аяқты артқа қойып, оң аяғымызды әкеп қасына қоятын боламыз. Түзел, тіктір, бір қадым алға бас, бір қадым артқа бас, осылай орындайтын боламыз. Одан кейін бізде енді келесі орындайтын жаттығуымыз бір қадым жанға, оңға бас, сосын келесі орындайтын солға бас. Егер бізге бұйрық берілген жағдайда бір адым оңға бас десе, басамыз, сол аяққа келіп орнына қоямыз. Егерде бір қадым солға бас десе, сол аяқты қойып, оң аяққа келіп қайтадан қоятын боламыз. Түзел, тіктір, бір қадым оңға бас, бір қадым солға бас деген кезде осылай орындайтын боламыз. Біздің келесі орындайтын жаттығуымыз мынау кері бұрыл, немесе артқа бұрыл. Бұл 180 градусқа бұрыл деген нені білдіреді. Ол үшін бізге бұйрық келіп түскен жағдайда кері бұрыл дейтін болса, біз мынау сол аяғымыз табан ұшында, оң аяғымыз аяқтың ұшында орындайтын боламыз. Кері бұрыл. Бұрылған кезде мына біз оң аяғымыз артқа келеміз, бізге жанымызға әкеп қоямыз. Егер тағы да бұйрық келіп кететін болса, солға бұрыл деп, ол кезде біз әрқашан сол желкемізбен бұрылатын боламыз. Оң желкемен орындамаймыз. Біз 180 градусқа бұрылу үшін әрқашан сол желкемен бұрылатын боламыз. Солға бұрыл, осылай орындайтын боламыз. Орындаған кезде мына аяқтың солға бұрылған кезде мына аяқтың сол аяқтың табанында, оң аяқтың аяқтың үстінде. Түзел, тіктір, кері бұрыл, осылай орындайтын боламыз. Келесі орындайтын жаттығуымыз мына бір саптан екі сапқа тұру деген болады. Онда бізде сапта тұрған кезде бірінші, екінші болып саналады. Бірінші. Сонда біріншілер өз орнында тұрады, екіншілер бұлар екінші сапқа тұрады. Ол үшін бізде бір саптан екі сапқа тұр деген кезде біз мына сол аяғымызды артқа тастап, оң аяғымызды соның бірінші тұрған адамның оң аяғына түзулеп, одан кейін сол аяғымызды әкеп орнына қоятын боламыз. Сол бұйрық қайтадан екінші саптан бірінші сапқа тұр дейтін болса, біз сол аяғымызды қайтадан жанымызға тастаймыз, оң аяғымызды бұрынғы тұрған сызыққа әкеп қоямыз, одан кейін сол аяғымызды әкеп соның қасына қоятын боламыз. Түзел, тіктір, бір қатардан екі қатарға тұр. 1, 2, 3. Екі қатардан бір қатарға тұр. 1, 2, 3.
Жаңа көрсеткенде бірінші бір саптан екі сапқа тұру жаттығуын көрсеттім. Енді бұл бізде келесі жаттығуымыз бір саптан үш сапқа тұру деген жаттығуды көрсеттім боламын. Онда бізде бірден үшке дейін санайтын боламыз. Бірінші, екінші, үшінші, бірінші, екінші, үшінші деп. Бұл кезде бізде бір саптан екі сапқа тұру деген кезде бірлер орын отырып, екілер бұйрықты орындаған болатын болған. Енді бізде бұл бір саптан үш сапқа өтетін кезде бізде екілер өз орнында тұрады. Бізде бірлер бірінші нөмір сандағылар, олар алдыға бірінші сапқа өтеді, екілер өз орнына қалады, үштер олар артқы сапқа өтетін болады. Соның қазір алдыға сапқа қалай өтетін жолдарын көрсететін боламын сіздерге. Онда бұйрық берілген кезде бір саптан үшінші сапқа тұр деген кезде аяқты көтереміз, тік ұстаймыз. Аяқтың ұшы мен табан ұшы тік болады. Мына аяқтың ұшы ешқашан былай көтеріліп тұрмайды. Сол үшін тік ұстаймыз да бір шаг алдыға басамыз бір адым. Одан кейін келесі мына сол аяғымызды мына екінші сапта тұрғаны сол аяғын түзуіне шамалатып қоятын боламыз. Міне оның қасына қойған кейін мына оң аяғымызды әкеп соның қасына қоямыз. Сонда бізде мынау үште тұрған артқа өтеді. Сонда бізде үш сап пайда болады. Сосын келесі үш саптан бір сапқа өт деген кезде біз мына оң аяғымызды жанға қоямыз. Сол аяғымызды бағанағы алған түзу линияға алып барып қоямыз. Одан кейін оң аяғымызды әкеп оның қасына қоятын боламыз. Енді тағы да бір айтып көрсетіп кетейін. Түзел, тік тұр. Бірінші саптан үшінші сапқа тұру. Бір, екі, үш. Үшінші саптан бірінші сапқа тұру. Бір, екі, үш. Тура осылай орындайтын боламыз. Міне бүгін бізде көрсетілген сапта жаттығуымыздың сабағы соңына келіп аяқталды. Келесі көріскенше сау сәлемет болыңыз.